Қазір смартфон жастардың ең үлкен құралы. Олар әлеуметтік желіні қарап қана қоймай, өздері де түрлі видеолар түсіріп, қызықты контент жасап жүр. Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің бірінші курс студенті Ерасыл Қуанышқали мобилографияға ертеден зер қойған жастардың бірі. Ол оқу орнына түспей тұрып ақ түрлі жобаларға қатысып, кәсіби ортада тәжірибе жинақтаған. Мобилографиямен сабақты алып жүру қиын, бірақ та мен көбісі маған мобилография өте қатты ұнайды. Маған и сабақта важно, и мобилографияда өте важно болып келіп тұр. Мен екеуінен де өзімен тасып жүруге тырысамын. Ерасылға сабақ пен мобилографияны қатар алып жүру кейде қиындық тудырса да, ол еңбектен қашпайды. Керісінше өз ісін сүйіп істегендіктен бейне түсіру оған қуат береді. Әрбір жаңа жұмыс тәжірибе қосып, шабытын арттырады. Сондықтан ол уақытын тиімді пайдаланып, оқумен де шығармашылығымен де алға ұмтылуды жөн санайды. Маған больше результатқа жұмыс істеген ұнайды, және маған қаралым жасаған ұнайды. Мысалы, менде бір проект болған, детский бір проект, детская безопасность деген. Менде, получается, мен идея құрып, 4 видео маған біреуі 5 миллион қаралымға өтіп, және ол 15 мың подписчикқа келген болатын. Жас мобилографтың ең үлкен жетістіктерінің бірі балалардың қауіпсіздігі тақырыбына түсірген видеосы. Осы оқиға оның шығармашылығына тың серпін беріп, мобилографияға деген ынтасын бұрынғыдан да арттырған. Ерасылдың табандылығын да, шоқуын да, шығармашылығын да жетілдіріп келеді. Ол қазірдің өзінде бейнемен жұмыс істеуде тәжірибе жинап, жаңа идеяларды іске асырып жүр. Мұндай ынта-жігер жас ұрпақтың жаңа медиада өз орнын таба алатынын көрсетеді. Жасмина Жакипова, Ақмарал Үсен, IT жаңалықтары.